Зейнетақы жарналарын бөлудегі жаңа өзгерістер. Сарапшылар қандай ұсыныс жасады? Бұл туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жариялаған 2024-25 жылға арналған жылдық актуарлық есепте белгілі болды. Алдағы уақытта зейнетақы жүйесі 4+1 жүйесімен жұмыс істейтін болады. Бұл қандай жүйе? Дәл осы жүйені сарапшылар президентке ұсынды. Алдағы уақытта қандай жаңалықтар орын алмақ? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақстандық сарапшылар Григорий Марченко, Оразжан Досов, Болат Жәмішев, Қадыржан Дамитов, Әнуар Сайденов және Елена Бахмутова актуарий Гүлфайрус Шайқақованың қатысуымен және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ақпараттық сараптамалық қолдауымен ұзақ мерзімді және болашақтағы ұзақ мерзімді зейнетақы жүйесіне негізделген ұлттық зейнетақы жүйесіне кешенді мемлекеттік талдау жүргізді. Өзекті мәселелерді шешу үшін сарапшылар Қазақстанның зейнетақы жүйесін қаржылық тұрақтылығы мен барабарлығын арттыру бойынша жүйелі шаралар кешенін әзірлеп, оның ішінде жинақтаушы жүйені дамыту үшін 4+1 моделін енгізу бойынша ұсыныстарды әзірлеп, президентке ұсынды. Жинақтардың жеткіліктілігін және жинақталатын зейнетақыларды өмір бойы төлеуді қамтамасыз ету үшін сарапшылар ОПВР-дің шартты түрде қаржыландырылатын нұсқасын неғұрлым ашық және әділетті, жұмыскерлер үшін де, жұмыс берушілер үшін де аралас нұсқасымен 4+1 үлгісі ауыстыруды ұсынды. ОПВР сомасының 4% қызметкерлердің жеке зейнетақы шоттарына. Осындай жинақтарға меншік және мұрагерлік құқығы бар шоттарға бөлінуі керек. ОПВР сомасының 1% қатысушыларды өмір бойы жинақталатын зейнетақы төлемдерімен қамтамасыз ететін жалпы сақтандыру шотына бөлінуі керек. Салымшылар зейнеткерлік жасқа жеткеннен кейін бірыңғай зейнетақы қорынан кестеге сәйкес қызметкерлердің жарналары және жұмыс берушінің жарналары есебінен қалыптастырылатын міндетті зейнетақы жинақтарын жалпы сомасы 14% құрайтын төлемдерді ала бастайтын болады. Салымшылар жеке зейнетақы шотындағы жинақталған зейнетақы қаражаты таусылғаннан кейін шамамен 80 немесе 81 жасқа дейін немесе одан ертерек салымшылар қордан өмір бойы төлемдерін ала бастайтын болады. Сақтандыру шотынан қосымша төлемдер тек адал салымшыларға НПС-ке жеткілікті мерзімге қатысқан және жинақтаушы зейнетақын алу құқығына ие болу үшін белгілі бір жинақ деңгейінің жинақтағандарға ғана төленетін болады. Сонымен зейнетақы жүйесінде көптеген өзгерістер орын алуда. Тізімдетуге ақшаны көптеп алған салымшылар болашақта зейнетақы алатын зейнетақылары аздау болады деп санайды сарапшылар. Сондықтан да зейнетақы қорына жинаған қаржы 9 миллионнан да көп ақша жинау қажет деп есептейді. Өйткені болашақта алатын зейнетақы қорға жиналған ақшаға байланысты болмақ.